Кез кезекте біздер енді каргомызды тіркеп алдық. Енді ары қарай біз немізге кіріп товарларымызды таңдаймыз, көреміз. Мынау колокольчиктің үстінің жоғары жақта колокольчик тұр, соның астында түн категориялар деп жазылып тұр, категориялар деп, қадын, еркек категориялар деп, соның категориялардың қасындағы мынау стрелканы бассақ, бұл жерде сіздерге категория бойынша бөліп шығарып береді. Және де бұл жерде сіздерге айтатыным, косметикаға кірмей қойсаңыздар болады, өйткені косметиканы тасымалдауға бізге рұқсат етілмеген. Және де мына жерде долап деген жазу тұр ғой, долап деген ол бізде киілген киімдер, бізде деп осы жаңағы түріктерде киілген киімдерді сатады. Соны долап деп бөлек категорияға сақтап қойыпты, оны да көрмей қойыңыздар. Және енді қараңыздар, біз киімдерді көру үшін чучук дегенге басып көруімізге болады. Чучук дегенге кірдім. Мына қараңыздар, чучук қай жерден шықты десеңіздер, міне чучук жазылып тұр. Екі қыздың суреті тұрған. Мына осының ішіне кірдім. Сол кезде бізге мына жақта негізі чучук деген балалардың киімі, балалардың заты деген мағынада білдіреді екен. Өйткені қараңыздар, біз соны басқан кезде бізге осындай балалардың заттарын шығарып берген, манеж, боди, жаңағыдай киімдерін. Ал негізі біз осының ішіне біреусін таңдап, категория арқылы өзімізге керек, өзімізге немесе жаңағындай керек киімдерімізді таңдай аламыз. Оны қалай десеңіздер, мысал алғанда, мына жоғары жағында былай жылжытсаңыздар, де-факто, коттон, солардың бренд киімдері тұр. Сол компанияның киімдері тұрады. Фло деген сияқты, мына астына қарай түссеңіздер де бренд киімдерді шығады. Фло деп міне. Енді мен өзіме бір не көргім келеді, мысалы көйлек көргім келеді, аламында мынау де-факто дегенді басамын пока, қазірше. Де-факто дегенге басқан кезде бұл жақта да бізге балалардың киімдерін шығарып берді. Енді маған балалардың емес, де-фактоның өзіме болатын киім көргім келді, Сосын мынау жоғары жағында фильтр деп жазылып тұр. Осы фильтр дегенге кіреміз. Фильтр дегенге кірген кезінде ең бірінші тұр ғой, сансет деп. Соның ішіне кіреміз. Сансетке кірген кезде міне чучук деп жазылып тұр. Чучук дегеніміз балалардың заты, балалар деген сияқты мағынада білдіріп тұр. Одан кейін еркек деп тұр, одан кейін кадын деп тұр. Кадын, біз кадынды таңдаймыз. Еркек пен чучукты алып тастаймыз да, кадын. Астындағы угула, мынау оранжевыйды басамыз. Бастық. Енді кез кезекте категориялар дейді, категория дегенге кірсеңіздер, бұл жақта да тоже көйлекті бір бөлек етіп қойған, көйлек, джинс, пижама, носки, іш киім деген сияқты нәрселердің бәрін осы бөлек қойыпты. Егер де сіз тек қана пижама көремін десеңіз, пижаманы ғана таңдап қоясыз. Немесе тек қана етек деген ол юбка. Тек қана юбка көремін десеңіз, юбканы ғана басасыз. Енді мен көйлек көрейінші деймін, көйлек деген менің ойымша елбес қой деймін. Сіздер егер де тек не ғана емес, барлығын бірге қосылып араластырып көре беремін десеңіздер, бұлай птичка қоймай, осылай тұрады, осылай тұрған кезінде угуланы басып көре берсеңіздер болады. Енді мен елбес дегенді бастым да, угула дегенді бастым. Ары қарай мына жақтарында түсі, размері, қанша теңгенің көлемінде киім керек, сондайлар жазылған. Оны енді міндетті түрде емес таңдау. Астындағы мынау 508 деп тұрған, оранжевый деп жазылып тұр ғой, өренділері лестілі деп па немене. Өренділері лестілі деп 508 деп тұр ғой, соны басамыз. Сол кезінде маған міне көйлектерді таңдап шығарып берді. Міне. Көріңіздер. Қандай көйлек керек, бәрін шығарып берген. Бұның да жоғары жағындағы фильтр дегенді басып, қолы ұзын, қысқа керек па деген сияқты сондайларды таңдасаңыздар болады. Міне қол бойы деген ұзын, қысқа деп. Осы категорияны таңдап көрсеңіздер болады. Мен енді олай таңдамай қойын. Бәрін бірге шығарып берген дұрыс болады деп ойлаймын. Міне, осылай көрдік, бір ұнаған көйлегімізді ұнаттық. Мынаны былай жылжытса, көйлектерді осылай шығарып береді. Мысалы, сосын тағы да бір айтатын нәрсе, фильтр дегенге кіріп, де-фактоныкі ғана емес, бізге барлық магазиннің киімдері керек деп таңдауға болады. Ондай кезінде марка деп тұр ғой мына жерде. Қараңыздар, категория, марка, бедел деп жазып тұр. Мынау марка дегенді басасыз. Де-фактода бізде птичка тұр, өйткені біз де-фактоны ғана көреміз дедік. Сол де-фактодағы птичканы алып тастаймыз да, угула деп басамыз. Енді көп көйлектердің неше бір түрін шығарып береді бізге мына жерде.
міне неше бір түрін. Енді қараңыздар, бұл жерде бір жақсы жері, тағы да бір түсіндіріп айтып жіберетін жері бар. Мысалы алғанда бізде карго бедава деген сөз болса, мысалы мына көк көйлек, осы көк көйлектің екі түсі бар екен. Оны қалай көрдім десеңіздер, міне мынау екі деп тұр ғой, соны басқан кезінде міне қара түсі және де мынау көк түсі бар екен. Бағасы бізде ол жазып тұрған мынау 299-да 91 лира. Енді қараңыздар, ең астына түскенде карго бедава деген сөз тұр. Мындан суреттің үстін басайын. Карго бедава деген сөз тұр. Міне. Карго бедава дегеніміз ол біздің магазиннен, қазір мынау көйлек бізде магазинде тұр ғой. Сол магазиннен біздің каргомызға апаратын доставканың ақшасы тегін деген сөзді түсіндіреді. Карго ол біздің бірінші былай болады. Бірінші сіз затыңыз таңдайсыз магазиннен уже сіз заказ бергеннен олар қабыл алады. Сосын барып магазин жаңағы каргоға апарады. Сол Стамбулдағы каргоға апарады. Ал ол карго дегеніміз ол біздің тасымалдайтын авиа және авто тасымалдаушы компания. Сол жаңағы каргомыз, Стамбулдағы каргомыз Алматыға жібереді. Көрдіңіздер ғой, система осылай жүреді. Карго бедава деген сөз сол жаңағы Стамбулдың ішінде магазиннен, Стамбулдың ішіндегі склад карго. Соған дейінгі жаңағы жол ақысы, типа жаңағыдай доставкасы деген сияқты ғой, сондайға алмайды. Егер карго бедава деген сөз болса, доставкасына ақша алмайды. Егер карго бедава деген сөз, мынау сөз жоқ болса, ондай нелерде бар, киімдерде бар, жоқ болса, онда ол доставкасына ақша алады. Сіздерге айтайын, ол жерде көп алмайды олар. Көп болса 500-600 теңге ғана доставкаға ақша алады, болды. Одан артық көп алмайды. Енді және кейде болады, скидка жаңағыдай өзінің бір керекті суммаға сіздер заказ берген кезде олар доставкасының ақшасын алып тастайды. Бесплатно болады тоже. Карго бедава болып кетеді. Сондай болатын кездер болады кей магазиндерде. Енді қараңыздар, біз осыны таңдадық. Енді астына түсеміз. Мынау 9 деп фотоның суреті тұр ғой. Соның ішін бассаңыздар, сіздерге живой алған адамдардың фотоларын көрсетеді. Яғни клиенттер алып өздерінің отзывтарын қойып кетеді. Міне мынау живой фото уже. Және де астына жазып қойыпты, түркше. Оны не деп жазды десеңіздер, бұны былай скриншотқа түсіріп алсаңыздар болады. Скриншотқа түсіріп алып, түсіріп аламыз бірінші. Мына ең астында 5 звездочкалардан тұр. Барлығы керемет күшті деп жазған екен, уже белгілі. Жаман деп айтқан ешкім жоқ екен. Егер де жаман деген сөздер болып қалса, ондай кезде звездочкалардың саны аз болады, 4-еу, 3-еу мысалы. Сосын мынандай етіп астына жазып қояды. Енді бізде бұл жерде барлығы жақсы деген, оны енді перевод жасаудың қажеті жоқ. Егер перевод жасаймын десеңіздер, осылай қойып қоясыздар да, одан кейін скриншотқа түсіреміз. Енді қараңыздар, осылай қойып алдым, Енді мен бұл көйлекті жоғалтып алмас үшін мына жоғарғы жақтағы жүрекшені басамын. Мына жүрекшені басамын. Көрдіңіздер ме? Жүрекшеге оранжевыйға қосылды. Міне жоғарғы жағында оранжевый жүрекше тұр. Сол жүрекшеге басып қойдым, жоғалып кетпесін деп. Мысалы сіздерде магазиннен бір сұрақтарыңыз болып қалады, магазиннен бір сұрақ қойғыңыз келеді. Мысалы размер бойынша жүреді ма? Немесе айтасыздар, менің размерім осындай, маған қай размер келеді деп. Турцияда размер бойынша, біздегідей размер бойынша жүре қоймайды. Негізі желательно өздеріңіздің весіңіз бен бойыңызды айтып алған дұрыс болады. Олар сол кезде сіздерге сразу айтып береді жаңағы несін, размерін. Сол үшін весіңізді және бойыңызды жазып сұраңыз. Мысалы мына жерде оны қалай сұраймыз десеңіздер, мында астына түскен кезінде мына жерде жазылып тұр. Тумуну гөр деп тұр. Тумуну гөр ма? Қалай өйтер түркше тіліміз онша келе қоймайды. Сол 8 деп тұр, осыны басамыз. Осыны басқаннан кейін мына жақта жаңағы нелердің сөйлескендері. Сізде сөйлесіп сұрауларыңызға болады. Енді мына жерде ең астында суру кебаб деп 44 деп тұр ғой, соны басамыз. Біз өзіміз ол жаққа сұрақ қою үшін. Енді мына жерде тағы да сатикатер сор деп тұр, соны тағы да басамыз. Міне мына жерде астында птичканы сіз сұрақ қойған кезіңізде аты жөніңіз көрсетілмей, секретный болып тұрсын ба, жоқ аты жөніңіз көрсетіліп тұра берсін ба деген птичка бұл. Бұл птичканы қойсаңыз да болады, қоймасаңыз да болады. Ал мына жерге сұрақ жазасыз бұл жерге. Оны қалай десеңіз, переводчикқа кіреміз, трендеолдан шығып кетеміз, переводчикқа кіреміз. Google перевод етін боламын. Енді қараңыздар, мына жерде жазамыз. Қазақша жазсақ та болады. Так, мысалы мен жазамын. Рост. Здравствуйте деп жазып аламын. Рост 1-де
77. Вес деймін. Вес 48 деймін да. Какой размер подходит деп жазам. Міне. Енді мынау нені ортасындағы стрелканы басып жіберемін. Өйткені аударған кезінде кейде басқаша етіп аударылып қалды ғой, жалпақ тілмен. Соны дұрыстау үшін міне астына шықты привет деп, здравствуйте десе привет деп шықты. Жарайды, ештеңе етпейді. Рост 1,75, 77 килограмм 48. Какой размер подойдет деп жазылып шықты. Подойдет, аха, дұрыс. Подходит емес, подойдет деп жазу керек болған. Иә, осылай жазылып шықты. Енді қайтадан өзінің несіне қоямыз, түрікше тіліне. Мына астындағы түрікше тіліндегіні копировать етіп аламыз. Біз стрелканы бастым. Мына жерде скопировать деген бар, соны скопировать етіп аламын. Сосын жаңағы жерге келемін да, Трендиолдың магазиніне сұрақ қоятын жерге. Сол жерге осылай басамын да. Одан кейін гүндер дегенді басамын. Болды. Бұл сұрақ менде уже кетті неге, магазинге. Бір жарты сағат, 1-2 сағат, сондайдан кейін сразу сіздерге ответ қайтаратын болады. Оны көретін кезінде, сіздерге ответ келген кезінде, оны мына жақтан көресіздер. Хесабымға кіресіздер, хесабым мына жерде. Сосын үстіңгі жағында мессенджерларым деп жазылып тұр, иә, сол мессенджерларға кіреміз. Қараңыздар, маған уже ответ қайтарды ғой деймін уже. Қазір көреміз. Жоқ, ол емес екен. Жоқ, міне, сразу ответ қайтарыпты. Мен жаңа жібердім, сразу маған минутта болған жоқ, ответ сразу қайтарыпты, міне. Мына біздің басында жазған дүние 1,77, 48 килограмм қандай размер келеді деп. И астына жазыпты, мерхаба СБден деп солай жазыпты, С размер келеді деп. Егер осы сөзді түсінбей жатсаңыздар, скринға тағы да түсіріп аламыз. Қазір мен сіздерге переводчикқа қалай курс салатынын, оны да бөлек көрсетемін. Міне қайтадан переводчикқа кіреміз, сосын камера дегенге кіреміз. Камера дегенге кіріп, жаңағы суреттерді, мынау ең бірінші біздің қойған суретіміз мынау болған. Осы суретті біз мына жерде турецкий болу керек, мына жеріміз русский болу керек. Өйткені суретте турецкий бірінші, одан кейін барып русскийға аударып аламыз деген сөз. Мына жазып қойыпты, спасибо за идеальную упаковку деп жазыпты. Енді одан кейін келесі бізде отзывтар дедім, бұл бізде отзывтар, оны аударамыз. Міне, тоже жақсы, керемет деп солай жазған екен барлығы. Бұл отзывтарды біз қай кезде оқимыз? Көбіне, мысалы, размерлеріңізді түсінбей жатсаңыздар, сіздердің сұрақтарыңыз болса, мысалы, размер бойынша сұрақтарыңыз болса, немесе бір ыдыс-аяқ сынатын бір заттар алатын болсаңыздар, сондай кезінде осындай жерлердің отзывтарын міндетті түрде оқыңыздар. Және де киімнің качествосын білу үшін отзывтарды міндетті түрде скринға түсіріп, переводпен аударып оқыңыздар. Ол өздеріңіз үшін арасында болады. Бәрі идеально, керемет демеймін сіздерге, Трендиолдағы заттардың бәрін арасында болады. Киімдердің качествосы онша емес, кейде бір тесігі бар болып қалып, жаңағындай брактары келетін жағдайлар болып қалады. Сондайлардан кішкене аулақ болу үшін, өздеріңіз үшін сол неге скринға түсіріп, біліп көріп отырыңыздар. Магазиннің продавецімен сөйлесіп, переводпен жаңағындай аударып, маған дұрыстап, жақсысын, әдемісін салып жіберіңіз, мен Қазақстанда тұрамын деген сияқты. Оны мысалы кейін жаман болып келсе, оны қайтара алмайсыз ғой. Сол үшін сынық зат болса, маған жақсылап орап беріңіз деп сөйтіп жазып жіберген дұрыс болады. Енді ары қарай мынадан шығамын. Мына жаңағы сөйлескен сообщениелеріңізді аударам десеңіздер, егер сізге ол ответ қайтарған болса, соны аударам десеңіздер, міне здравствуйте, размер S подходит, сэр депті. Міне көрдіңіздер ме, осылай аударып отырыңыздар. Олардың бәрі өздеріңіз үшін керек болады. Енді ары қарай қайтадан Трендиолға кіремін. Енді біз бағана жүрекшені басып, өзіміздің керек затымызды таңдап қойдық. Жоғалып кетпес үшін жүрекшемен басып қойдық. Ол жүрекше бізде міне ең астында тұр, жүректің суреті тұр, иә? Сол жүректің суретін бассаңыздар, сіздерге шығарып береді. Мынаны мен қазір оранжевыйды басып жіберемін, обновление жасап жібер депті маған. Міне көк көйлек шықты. Енді көк көйлекті алатын болдық, иә, мысалы. Осы көк көйлек бағасын
үстіне бастым мен қазір. Көк көйлектің бағасы 299,91 лира. Бұны біз 300 лира деп алсаңыздар болады. Енді 300 лираны біз теңгеге аударамыз. Ол үшін қайтадан Trendyolдан шығамыз. Одан кейін Google-ға кіреміз. Осы Google-ға кіріп жазамыз. 300 лир теңге деп, міне уже менде автоматом шығады. И бағасын шығарып берді маған. 8300 теңге деп. 300 лир 8300 теңге. Міне көрдіңіздер ме? Енді біз бұл көйлекті алатын болсақ, қалай аламыз? Бұл жерде тек көйлек қана емес, сізде ыдыс-аяқ, декоративный заттар, немесе бір өзіңіздің жақсы көретін бір хоббиіңізға, мысалы мен жіп, табан дегендерді көремін ғой, сондай заттарға алуыңыз мүмкін. Бұл жерде бұның орнында көйлек қана емес, неше бір түрлі заттар бар. Енді мысалы мен көйлек емес, табан, жіп дейін, енді осыны алу үшін мен СПТ экле дегенді басамын. Міне, СПТ экле оранжевымен тұр. Енді мына жерде сізге размерін шығарып қойыпты. S па, M ба, L ма деп. Мынау ML дегендерде үсті сызылып тұр. Ол размерлер қалмаған екен. S размері ғана қалған екен. Енді қайтадан тағы да СПТ экле басамын. Мен уже бұған заказ беретін кезінде осылай істеймін. Заказ беретін болдым. Мына менде птичка тұр мына жерде бір ғана затқа. Ең астыңғы жағында мына жерде жасылмен карго бедава 299,91 деп тұр. Егер бағана мен түсіндіріп айтқандай карго бедава деген сөз жоқ болса, онда неге қосылады, доставкасына ақша қосылады деген болатын. Оны білу үшін міне былай болады. Мысалы біз карго бедава деген сөз жоқ затты мен таңдайын қазір. Соны қалай білетіндеріңізді көрсетейін сіздерге. Мысалы мынаның карго бедава деген несі жоқ. Мынаның. Мен мысалы мына жіпті алған болатынмын. Міне қараңыздар, мен мына жіпті алған болатынмын. Сол кезінде бұның негізгі бағасы мына жерде жазылып тұр 49 лира деп. Бұл жіптің негізгі өзінің бағасы 49 лира. Ең астында жазылып тұр, ең астында 66,99 лира деп. Бұл уже бізде доставкаға қосылған, карго бедава деген сөзі жоқ, доставкаға қосылған ақшасын бірге қосып берген. Бізде уже 66,99 лира, 67 лира деген сөз. Осыны енді біз қалай теңгеге аударамыз десеңіздер, мысалы мына жерде бізде 66,99, 67 лира дедік, 67 лира бізде қанша болады теңгеге? 67 лира болады бізде теңге 1860 теңге. Енді 1860 теңгеден аламыз. Енді 67 лирадан 49 лирды аламыз. Так, калькуляторға кіремін. 67 лирадан аламын. 67 лирадан аламын 49 лираны. 49 лира. 18 лира. 18 лира бұл бізде доставканың ақшасы. Теңгемен қанша болады дейміз. Так, 18 лира теңгемен 500 теңге екен. Осылай есептеп алсаңыздар болады. Міне сонымен ең астыңғы жағындағы негізгі баға осы. Егер доставкасына ақша алса да, алмаса да осы ең астындағы бағаға қараңыздар. Осылай перевод жасап, отзывтарды көріп, качествосын біліп, жақсылап, біліп алып, заказ беретін боламыз. Келесі сабақта мен сіздерге заказ беруді көрсетемін, және де карточканы тіркеп, сол заказ берген кезде карточка тіркеледі, сол карточканы тіркеуді бәрін көрсететін боламын, нақты түсіндіріп айтатын боламын. Ал қазір осымен тоқтаймын, себебі YouTube канал көп уақыт болса, көп загрузка жасап тұрып алады.